Амансыңдар ма көрермендер? Отбасылық жағдайға байланысты өмірде болған әңгімемен бөліскелі отырмын. Кей кезде жолдасымыздың асты үстіне түсіп, барлық жағдайын жасап, баланы туып, тамақтарын тәттілеп берсек те, отбасымызды, жолдасымызды сақтай алмай қалып жататын кез болады. Сол туралы бүгін баяндап берейін. Жаңылдың өмірінен. Менің атым Жаңыл, жасым 34-те. 4 перзенттің анасымын. Өміріңнің ең үлкен байлығы да, ең үлкен қуанышы да сол балаларым. Таң атқаннан күн батқанға дейін тынымсыз тірліктің ортасында жүрсем де, олардың күлкісі мені шаршатпайды, қайта жігерлендіреді. Мектеп асханасында аспаз болып жұмыс жасаймын. Балаларға дәмді, таза ас дайындау мен үшін тек жұмыс емес, жүрек қалауыма айналған іс. Қолма қазан мен қасық деген кезде өзімді ана ғана емес, кішкентай жүректерге жылулық сыйлайтын жан сияқты сезінемін. Жолдасым бар, ол менен 8 жас үлкен. Супермаркетте қоймашы болып жұмыс жасайды. Екеуміздің махаббатымыз фильмдегідей болмағанмен, ғашықтықтан басталған жоқ. Біз алғашында жай ғана жақсы достар едік. Бірге жүрген ортақ достар, әзілі жарасқан таныстарымыз арқылы бас қосқанымызды қалай байқамай қалдық. Бүгінде шағын ғана 2 бөлмелі пәтерді жалдап тұрып жатырмыз. Өз баспанамыздың жоқтығы кейде ойландырады, бірақ ертеңге үміт бар деп өзімді жұбатам ғой. Балаларымыздың ертеңі үшін еңбек етуден жалықпаймыз. Ата-енем ауылда тұрады. Келіп қасымызға көшіп келіңдер, бірге өмір сүріңдер, ауылда тыныш қой деп жиі айтады. Бірақ ауылда жұмыс жоқ, табу қиын ғой. Қарайып қаламыз ғой деп амалсыз қалада қалып отырмыз. Қала тіршілігі ауыр, бірақ бәрібір өміріміздің өз жолы, өз ырғағы бар. Жалдамалы үйде тұратыным емес, шетел асып қымбат шубы бриллиант тақпасам да, сән салтанат құруды да армандай бермеймін. Менің бар арманым өз үй ішінің тыныштығы, шаңырағымның шайқалмауы еді. Бірақ соңғы кезде жүрегімнің түбіне мұз қатып бара жатқандай, бір алаңдаймын, бір нәрсе сезгендеймін. Жолдасымның басқа елмен жүргенін білгенде, жүрегім қайырса айрылды. Көзіме жас, жүрегіме мұң толды. Ол әйел менің танысымның сіңілісі болып шықты. Ол сол супермаркетте оператор болып жұмыс жасайды екен. Алғашында ештеңе сезбедім. Күйеуім кеш келсе жұмыс көп қой деп өзімді жұбатқаным бар. Бірақ әйел интуициясын алдау қиын екен. Телефонды жасырын ұстай бастауы, сөйлесіп жатып бөлмеден шығып кетуі, себепсіз ашулануы бәрі біртіндеп күдігімнің шындық екенін көрсетті. Құрбымның өзі бір күні ашынып, «Жаңыл, мен саған ауыр сөз айтайын» деп тұрған жоқпын ғой. Бірақ көзіммен көрдім. Менің сіңлім екеуі сол жұмыста тамақ жеп отырғанын көрдім, сыйлықтар алып жүргенін көрдім. Сол сәтте жер аяғым ашылып кеткендей болды. Тынысым тарылып, ештеңе ести алмай қалдым. Кешкісін үйге келген жолдасыма қарап отырып, көзіме жас келді. Ол менің жанымды жаралағанын білмейтіндей, балаларының сабағын сұрап теледидарды қосып отыр. Ал мен ішімнен сұрақ қойдым. Осы жылдар бойы мен кім үшін түн қатып еңбек еттім? Кім үшін өмір сүріп келемін? Сол түні ұйықтай алмадым. Балаларымның бейкүнә жүздеріне қарап, менің ренішім оларға ауыртпалық болмауы керек деп өзімді сабырға шақырдым. Менің бар арманым, бар ойым отбасымды сақтап қалу еді. Жолдасының бұл әрекетіне көз жұмып қарайым деп шешіп едім. Алайда, бұлай болмады ғой. Ол мені жүрегінен мәңгілікке өшіп тастаған екен. Бірақ ананың жүрегі нәзік қой. Бір сәтте бәрін кешіргім келеді. Ал келесі сәтте реніш өзегіңді өртейді. Ертеңіне жұмысқа барып, қолма пышақпен тақтай алған сәтте тағы да ойға шомдым. Өмір деген қазан секілді. Ішіне не салсаң, соны қайнатып береді. Кешкісін жұмыстан кейін тамақтарын беріп тастап, бөлмеге келдім. Мақсот, мен барлығын білемін, деп алдына тұрып алдым. Менен ыңғайсызданған жолдасым жоқ. Ол маған қарап, не білесің, ал айт барлығын, деп екеуміз сөзге келіп біраз жанжалдастық. Естігенімнің барлығын жайып салдым. Біраз жанжалдасып, нервіміз көтерілді. Сол күні балалар да тып-тыныш болып бөлмеге тығылып үнсіз отырып қалды. Мен өзім айтқалы жүргем саған. Мен басқа қызды сүйіп қалдым. Оған ынтызармын. Тек соны ойлаймын, сонымен бірге өмір сүргім келеді. Соған ғана жақындап сол қызбен болғым келеді деп жүрегіме ауыр тиетін сөздерді айтты.
4 баласы бар, үй-күйі жоқ еркекке қалай қарап отыр ол? Мен сондай ойға шомылдым. Мен сол түні жолдасымның телефонын ақтарып, WhatsApp-ын қарадым. Екеуміз бір-біріміздің телефонымыздың қарамайтын болғасын ешқашан пароль қойып жасырған емеспіз. Оқып жүрген нәрселерімді қысқаша айтайын. Үйге маған әпермесе де, ол қызға шубы, сақина, iPhone барлығын әперіп жүр екен. Қандай өкінішті, қандай ұят, қандай әдемі гүл шоқтарын беріп жүр. Маған ешқашан олай жасаған емес. Екеуінің махаббат қатынасында оқып алдым. Жазбағандары жоқ. Түрлісін жасайды екен екеуі бір-біріне. Мен де солай жасап жүрсем де, маған сонда суып кетуі қалай? Қай жерде ағаттық жасадым деп өзімді жазғыра бердім. WhatsApp-тан екеуінің махаббат қатынасында оқыдым. Менің жолдасым енді нағыз айғыр ғой. Бір жері де зор. Бір болғанда 4 рет дәруменін береді. Ұят болса да айтайын, табиғаттың заңы ғой. Әлгі жүріп жүрген қызы түрін жазыпты. Мақсот, жаным, кешегі түннен кейін әрпім қатты ісіп ауырып жүр. Бірақ сонда да аңсап отырмын сені. Осы қазір компьютерде жұмыс жасап отсам да сені ойлап отырмын. Деп, тағы қайталаймыз ба деп жазғандарын көрдім. Мен соның барлығын көріп ішім өртенді. Қызғаныш, ыза көкірегім өксікке, көзім жасқа толды. Маған түнде жақындамай жүргенде осы екен ғой. Бір жұма үйде қонбады. Мен намысы жоқ әйел секілді әрекет жасауды ұйғардым. Мақсотты жібермей отбасымның сақталғанын қаладым. Ол кеште келіп мен киімдермен документтерімді алып кетемін деді. Пәтер ақшасын ай сайын төлеп отырам, оған уайымдама. Балдарға да көмектесем, екінші жұмысқа кіріп жатырмын деді. Кешкі асқа қалуын өтіндім. Кейін бөлмемізге бардық. Мен оның алдына тұрып, бойымдағы халатты жібердім. Төмен қарай түсірдім. Үстіме жаңадан сатып алған әдемі қызыл комплект киіп алдым. Екі алмамның ұшы көрініп тұр. Сол күні боянып, әдемі болып, күндегіден де ажарланып алдында тұрдым. Мақсот маған қарап, әйел емес бір пері көргендей. Жаңыл, қойшы, не керек осы спектакль? Деп мән бермеді. Мен де қойған жоқпын. Одан сайын өзімді төмен сүріп, жаман әйелдер секілді алдына барып тізерлеп, оның белбеуін босатып, айғырын сүйіп, терең ала бастадым. Сол кезде ол да ыңырсып, айғыры қатайды. Мен әбден алып болғаннан кейін, бүгін қалшы, ертең ренішсіз айқайсыз жөніңмен кетерсің, тоспаймын, алдыңа тұрмаймын деп қалдырдым, жалындым, өзімді түсіргенім бар. Сол күні ерекше айқастық. Мен осыдан кейін көрмейтінді білгендіктен болар, тоймадым. Қайта-қайта айғырына отырып шауып қара терге түстік. Келесі күні таңертең келіскеніміздей еш айқайсыз. Киім кешегін, документін алып мәңгіге кетіп қалды. Қыз келіншектер, әпкелер, айтқым келгені, кейде еркекті, тәтті тамақта, жылы төсегі де, оны бағып қағып отырғанымызда ештеңе тоқтаталмайды екен. Егер ер адам басқа адамды сүйіп қалса, оны тоқтату қиын екен. Міне, соған пример өзімнің өмірімнен айтып отырғаным. Ғашық болса түбі тастап кетедіні осы болғаны ма? Ал тыңдарман қауым, мен сізге баянды махаббат, барлық жақсылықты тілеймін. Отбасымыз аман, шайқалмай, ыдыс-аяқ шылдырламай, бала шағамызды аман есен жеткізіп, тату-тәтті ғұмыр кешейік деймін.